Бүгінде мұнайдың расталған қоры бойынша Қазақстан әлемдік мұнай қорының 3%-ын иеленіп, әлемнің 15 жетекші елінің қатарына кіреді. Мұнай-газ аудандары ел аумағының 62%-ын алып жатыр және 172 мұнай кен орны бар. Оның 80-нен астамы игерілуде. Мұнай қорының 90%-дан астамы 15 ірі кен орындарында шоғырланған. Кен орындары Қазақстанның 14 облысының 6 аумағында орналасқан: Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда және Маңғыстау облыстары. Қазақстан мұнай мен газдың орасан зор қорына ие. Республикада көмірсутектерді тасымалдау үшін шамамен 10.715 км мұнай мен газ құбырлары пайдаланылады. Қазіргі таңда Қазақстанда маңызды 6 мұнай құбырлары бар. Өзен Атырау-Самара, Павлодар-Шымкент, Атасу-Алашенкоу, Каспий құбыр желісі, Өзен Жетібай-Ақтау, Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау. Ағымдағы жылдың қаңтар айында Қазақстанда 6,7 миллион тонна шикі мұнай өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда бірден 14,2%-ға артық. Өңірлік бөліністе өндірістің ең көп көлемі дәстүрлі түрде Атырау облысына тиесілі 4,6 миллион тонна. Көшбасшылар үштігіне Маңғыстау және Ақтөбе облыстары да кіреді. 2021 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Қазақстан экспортқа 31,1 миллиард ақш доллар сомасына 65,7 миллион тонна шикі мұнай жіберді. ТМД елдеріне небәрі 131,6 мың тонна шикі мұнай 54,6 миллион долларға жөнелтілді. Бұл көлемді Ресей мен Өзбекстан тең бөлді. ТМД-ға кірмейтін елдерге Қазақстан 31 миллиард ақш доллар сомасына 65,6 миллион тонна шикі мұнай экспорттады. Оның көп бөлігі 17,9 миллион тонна, өткен жылмен салыстырғанда 8,9%-ға аз, дәстүрлі түрде Италияға жөнелтілді. Көшбасшылар үштігінде Нидерланды мен Францияда болды. Мұнай құбыры мұнайды тұтынушыға тасымалдауға арналған құбыр көлігінің инженерлік техникалық құрылысы. Қазіргі уақытта Ресей әлемдегі ең ірі мұнай құбырлар жүйесін Транснефть мемлекеттік оператор компаниясы мен оның еншілес компаниялары ұсынады. 2020 жылғы мәлімет бойынша мұнай құбырлары желісінің ұзындығы 76.388 км құрайды. Әлем бойынша ең ұзын мұнай құбырлары арасында Қазақстанның Қазақстан-Қытай құбыры 5-ші орында тұр. Қазақстан-Қытай құбырының ұзындығы 2228 км. Бұл орталық Азиядан мұнай тікелей импорттайтын алғашқы Қытай құбыры. Қазақстандық Атырау қаласынан Қытайдың Шыңжаң автономиялық ауданына дейін өтеді. Жобаның құрылысына 1997 жылы қол қойылған. Қазтрансойл акционерлік қоры мұнайды ішкі нарыққа және экспортқа тасымалдау бойынша қызметтер көрсететін Қазақстан Республикасының ірі мұнай құбыры компаниясы. Компанияның магистральдық мұнай құбырының жалпы ұзындығы шамамен 6500 км. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2012 жылғы 8 қазанындағы номер 1273 қаулысына сәйкес Қазтрансойл акционерлік қоры магистральдық мұнай құбыры бойынша ұлттық оператор болып белгіленді. Оған қарамастан, бүгінде елімізде мұнайды ішкі және халықаралық нарықта жеткізуге байланысты бірқатар шешілмеген мәселелер тұр. Ішкі нарыққа қатысты мәселелер қорлардың көпшілігімен негізгі мұнай өндірісі батыста шоғырланған, ал оның тұтынушылары оңтүстік шығысқа және индустриалды солтүстікте орналасқан. Кеңестік экономикалық жүйенің мұрасы ретінде батыста өндірілетін мұнай Ресей арқылы әлемдік нарықтарға тасымалданады. Шығыстағы ішкі қажеттілік Сібірден импорттау арқылы қанағаттандырылады. Сонымен қатар қолданыстағы құбырлардың көпшілігі бірнеше онжылдықтар бұрын салынған. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде емес, бұрынғы Кеңес одағының мақсаттарын жүзеге асыруға арналған. Қазіргі уақытта қалыптасқан жағдайды жақсартуға бағытталған бірнеше жоба дамудың әртүрлі кезеңдерінде тұр. Бұл ретте олардың ішіндегі ең маңыздылары Каспий құбыры.